Міне содан кейін еңбек жасаған адамдарға кешкісін таңертеңнен кешке дейін жұмыс жасайды, кешке бір кесе бидай береді. Бидайды алып келіп, үйдегі балаларына қуырып, көже жасайды. Соны қуырып жаңағы бір уыстан дәнін беріп, шай қайнатып береді. Шешелеріміз сөйтіп күн көргенбіз. Даже керек қылса, ана орақтан шашылып қалған бидайды терметереміз. Балаларды жинап апарып, терметеріп, бір кесе бидай, кей жерде бір-екі кесе бидай тереміз, кейде бір кесе бидай тереміз. Соныменен термені теріп, дән жерге түскен дәнді теріп, соны тамақ жасайды. Міне соғыс кезіндегі көрген күні ауылдағы жағдай солай. Өте қиын жағдай болды. Соған қарамастан еңбектеніп жүріп, әйтеу тірі адам тіршілігін жасайды. Одан Октябрь колхозында өзі мен ес білгенде білетінім 22 бас өгіз, 9 бие, бір айғыр. Оны мына жақта жаңа құралған жаңағы райондар Таулы аймақтан Алматының бер жағында. Сол жерден жаңағы сатып әкелген. Бұл жақта сатып әкелген, соны бағат. Сол биелер бір айғыр 9 биемен әкелген, содан туған құлындарды жаңағы бір атар қой Октябрь колхозында болған. Сол бір атардан 3 атар қой шықты. Жыл сайын бір атар тоқтыдан бөліп отырады. Жаңағы жылқының саны да содан көбейді. 30-40-қа жеткізді. Жаңағы өгізді шегіп соқа айдайтын болды. Аяқпен басып, күрекпен басқан әйелдер кейін соқа шегіп, 4 өгізді бір соқаға тіркейді, соны айдайды. Сонымен соқаменен жыртып, бірге тұрмалап, сөйтіп күн көрді. Рахмет ата. Қиын жағдайдан көзіміз көрді. Қиыншылық жағдайды көзіміз көрді. Біраз өнегелі сұхбат болды. Рахмет сізге. Енді мына сөзіміздің соңында келешек ұрпақ осы өткен тарихына байланысты тағы да басқа бір білуі керек маңызды мәліметтер болса айта кетсеңіз болады осы орайда. Қазіргі заман деген жақсы ғой. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман қазір. Жақсы заман. Енді осы заман, осы қалпында ары қарай дами берсе, әрине жастарымызға қуаныш бола берер. Енді қазіргі жастарды дұрыс еңбекке тәрбиелеуіміз керек. Еңбек істеп, жаңағы біреудің ала жібін аттап, біреудің бірдеңесін алып кету деген ол болмайтын нәрсе. Әркім өзі еңбек етіп, еңбегімен тапқан әділ, таза жұмыс жасау керек. Болмаса алмағаш отырғызып, виноград отырғызып, оны жақсылап суғарып, одан өнім алып, соны жаңағы өзінің артындағы іні қарындастарына қарын тойғызатындай жасайтын. Сондай еңбекшіл жастар соған үйретуі керек. Рахмет ата, олай болатын болса. Үйретпесек болмайды. Рахмет сізге көп.